Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге қазақтың ет дайындаудағы ең танымал ұлттық ерекшелікке ие болған қазы дайындаймыз. Яғни ішекке жылқы етінен қазы айналдырамыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен қазы майының қалыңдығы 5 сантиметрге дейін болғаны дұрыс. Тілімнің жуандығы малдың семіздігіне байланысты. Яғни қалыпты жағдайда болса, жалпақтау етіп кесілгені дұрыс. Семіз жылқының ішегі өз қазысын аударуға жете бермейтіндіктен, көбісі сиырдың ішегін де пайдаланатындар да бар. Тағы бір айтатын жайт, ішектің майы сыртына қарап тұруы керек. Мұны шатастырып алмаңыз. Қазыны ішекке аудармас бұрын жақсылап тұздап, чеснок қосып және қара бұрыш қосып, қазыға араластырып бір түнге сіңіргенше қоямыз. Видеода мен дайын тұздалып маринадталған қазыны қолдандым. Ішегінде жақсылап жуып дайындап аламыз. Ішегіміз зақымдалмаған, жыртылмаған болғаны маңызды. Пісу барысында жарылып кетпейтін болады. Содан соң ішектің түбінен қалыңдау жіппен жақсылап 3-4 қайтара байлап аламыз. Содан соң ғана етімізді майымен араластырып салып бастайтын боламыз. Келесі кезекте қазыны айналдыру үшін ішегімізге оңай салыну мақсатта осындай арнайы клёнка қолдандым. Майы бір бөлек, еті бір бөлек болып қалмас үшін ет пен майы қатар тұруын қадағалаймыз. Етімізді бір-бірлеп ішекке саламыз. Әрбір етін етек жағындағы майынан бастап біріне бірін түйістіре ішекке тығамыз. Өте семіз қабырғалардың еті және майы тым қалың болып, ішекке сыймайтын жағдайларда қара еті мен қыртыс майын бірдей етіп кесіп аламыз. Қалған қазыларымыз біткенше ішекке салып жалғастырамыз. Салып біткен соң ғана керекті мөлшерде ыңғайластырып ішекті бөліп кесіп аламыз да, содан соң түйір етіп қалың жіппен орап тығыздап байлап аламыз. Қазымыз да дайын болды. Керегінше пісіруге лайықты мөлшерде ішекті кесіп түйірін байлап алатын боламын. Сізде мөлшеріне қарай бөліп, кішкентай, орташа немесе үлкен етіп кесіп алыңыз. Қазыны дайындап алған соң салқын жерге шығарып кептіру керек. Яғни бұның адам ағзаға пайдалы жағы өте көп. Қазыны тек қазақтар ғана емес, елімізде мекен еткен өзге ұлттар да сүйіп жейді. Енді осы қазы айналдырудың әдіс тәсілдерін сізде дайындап көріңіз. Келген қонағыңызға осындай жылқы етінің кәделі мүшесінің бірі өз қолыңызбен қазы айналдырып қойсаңыз қуанып қалары сөзсіз. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын.